Досхан Қалиұлы Жолжақсынов. Жалғанай өтеді дүние арман менен ай. Кеше ғана шыққан ән, біз ғана айтып жүредік. Қалай тез түріп кеткен. 1951 жылы 7 қазанда Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданында дүниеге келген. Алматының мемлекеттік өнер институтын тамамдаған. Актер, әнші, Қазақстанның халық артисі, Қырғызстанның еңбек сіңірген артисі, Қазақстан Жастар одағы сыйлығының иегері. Көгілдір экранда, театр сахнасында 200-ден аса кейіпкер сомдаған актер, кинорежиссер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының 2 мәрте иегері. Досхан Жолжақсыновтың өмірі мен өнері туралы толғаныстарына құлақ түріп, көз тігіңіз. 1971 жылдан қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актері. 1995-2000 жылдары осы театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі болған. Актер театр сахнасында және кинода 200-ден астам бейнені сомдаған. Сонымен қатар, халық әндері мен қазіргі қазақ композиторлары әндерін шебер орындаушы ретінде кеңінен танымал. Жолжақсынов ұлттық кино өнерінің дамуына өз үлесін қосып, Гауһартас, Даладағы қуғын, Алтын күз, Омпа, Ақ барыстың ұрпақтары, Көшпенділер, тағы басқа фильмдерге түскен. Біржан Сал фильмінің режиссері. Қазақ, күннің көзі жылт етсе, жер алданып қалады. Күн жылыса, жер көктейді. Содан кейін қар жауады. Байгенже, бұл мезгіл не деп аталады, білесің бе? Білмеймін аға. Меніңше аты жоқ. Бұл мезам көк деп аталады. Мен де сондаймын. Театрда ойнаған алғашқы рөлі Вахитовтың Алтын көрсе періште жолдан таяды спектакліндегі Қылышбек. Одан кейінгі орындаған рөлдері қатарында Сымбатбек, Савиннің қаладан келген қылжақпасында, Сырым, өзімді іздеп жүргенінде, Қазақбай, Апа, Апатайында, Сәмет, Ақан, Ақан сері ақтоқтысында, Глумов, Адам аласы ішінде, Қазақстанның мемлекет сыйлығын 1996 жылы, Түркі тілдес халықтар театрлары байқауының бас жүлдесі Қазан 1998 жылы тағы басқа бар. Жолжақсыновтың актерлік өнеріне сезім тереңдігі, сахналық әрекет шынайылығы тән. Актер халық әндері мен қазіргі композиторлар әндерін шебер орындаушы ретінде де танымал. Жолжақсынов ұлттық кино өнерінің дамуына елеулі үлес қосқан актерлардың бірі. Досхан Қалиұлы Жолжақсынов 2015 жылы жарыққа шыққан Құнанбай фильмінің режиссері болды, әрі Құнанбай образын сомдады. Осы Құнанбай көркем фильм үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығын алды. Шеше, мен бұл екі адамға барынша тілектес болдым. Бірақ барлығы да рас болып шықты. Жалпақ жұртқа аян болып отыр. Бұл елді қалай билемек керек? Аталарымның барлығы би болған. Міне өзімді тізгін ұстап отыр. Бірақ осы қазақтың жұмбағын шеше алатын емеспін. Сәждеге басы тимеген асау ел. Кеше алмаған жауы, бітірмеген дауы қалмаған қазақ еді. Енді міне алапаты қайтқан, базары тарқаған.